болатыннан бастап, ең біріншіден ат салысып шашбауымды көтеруге келген бірге әріптестерім келіп отыр. Осы бәріміздің ерекеміз бір терінің пұшпағы дегендей, кемедегінің жаны бір дегендей, осы концерттің ұйымдастырылуының қалай қиындығын сезініп біліп, жолдастарым, осы сен демалғанша біраз ән айтып тұрамыз деп сіздердің орталарыңызға қазір шыққалы тұр. Сол әріптестерімнің бірі, әншілердің бірі, өзімнің ең жақын өнердегі де, өмірдегі де жақын жолдас қызым, оңдасым, сырласым, жанар қыздарымызды ортаға шақырғанын келдім. Жалғызын айтып жатсын, сонау 88-ден бері қарай талай нанды бірге бөліп жеген, жатақханада бірге тұрған әрі сырласым, әрі оңдасым десем де, Құдай жылатпасын, тек қана қуанышқа кенелсін. Ана кішкене өсіріп жүрген қызыңның қызығын көр, соған пана бол, мамаңа арқа сүйенер, елдің мақтанышы бол дегім келеді. Сосын енді Гүлмира, сен астыңа Мерседес мінгізсе де артық болмас еді, қазақтың маңдайына біткен көп қыздарымыздың бірісің, бірақ енді жомарттың қолын жоқшылық байлайды дейді ғой. Мен Мерседесті бұйырса, мынау азаматтар мінгізе жата концерттерінде құлақтарына алтын сырға, мен шын көңілімнен қазір бүгін кештен ескерткіш болсын деп жаным саған бір кішкене жүз сыйлауға рахмет еді. Кештеріңіз құтты болсын. Гүлмираның кешіне шаршаған кезде құлап жатқан атанға айтшы деген өзі үлкен жәрдем дейді ғой. Қанатынан кішкене қарлығаштың қанатымен сусып кеткендей қолтығынан деп берейін. Бір ауыздан айтып беруге рұқсат етіңіздер.